Махшарға барғанда, Құдай тағала қажы, молда, сопы, жомарт, шейіттерді қатар қойып сұрар дейді. Дүниеде қизат құрмет алмақ үшін, қажы болмақ үшін қажы болғанда, молда болғанда, сопы болғанда, жомарт болғанда, шейіт болғандарда бір бөлек қояр дейді. Ақиретке бола бір ғана Құдай тағаланың разылығын таппақ үшін болғандарды бір бөлек қояр дейді. Дүние үшін болғандарға айтар дейді. Сендер дүниеде қажеке, молдеке, сопеке, мұрзеке, батыреке аталмақ үшін өнер қылып едіңдер. Ол дүниең мұнда жоқ. Сендердің ол қызықты дүниең қарап болған соң, сонымен бірге қылған өнерлерің де бітті. Енді мұнда құрмет алмақ түгіл сұрау беріңдер. Мал бердім, өмір бердім. Не үшін сол малдарыңды, өмірлеріңді бетіңе ақирет тұстап, дін ниетің дүниеде тұрып, жұртты алдамақ үшін сарп қылдыңдар деп. Ана шын ниетімен орнын тауып, бір Құдайдың разылығы үшін өнер қылғандарға айтар дейді. Сендер бір ғана менің разылығымды іздеп малдарыңда, өмірлеріңді сарып қылып едіңдер. Мен разы болдым. Сіздерге лайықты құрметті орным бар. Мінекей дайын, кіріңдер. Хам ол разылықтарыңнан басқа осы махшар ішінде, сендердің осы қылғаныңа өзі қылмаса да, іші еріп, антық болған достарың табылса, шафақат қылыңдар деп айтар дейді.